Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі үлпілдек панкейктерді жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бос ыдысымызға бөлме температурасында тұрған айранымызды құйып, қасықтың ұшымен, яғни шай қасықтың ұшымен ас содасын салып, осылай видеода көрсетілгендей араластырып қойып қоямыз. Енді басқа ыдысқа жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып, үстіне аз мөлшерден қант салып отырып миксермен көпіртетін боламыз. Панкейктеріміздің үлпілдек болып шығуы осы процеске тікелей байланысты болады. Сондықтан формасын ұстайтындай болғанша ақуызымызды жақсылап миксермен 5 минуттың көлемінде миксерлейтін боламыз. Мінекей ақуызымызды миксерлеп болдық. Енді жаңағы бөлме температурасында тұрған айранға 2 сары уызды қосып, барлық массамызды біріктіретін боламыз. Ақуыздың үстіне дайын болған сары уыз бен айранның қосындысын қосып, венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша төменнен жоғары қарай араластыратын боламыз. Енді осы біріккен массамыздың үстіне ұнымызды електен өткізіп, түйіршік қалмағанша араластыратын боламыз. Миксермен араластырсаңыздар да, венчикпен араластырсаңыздар да болады. Бастысы қоспамыздың ішінде түйіршік қалып кетпеуін қадағалаймыз. Ұнымызды осылай 2-3 бөлікке бөліп отырып салатын боламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Енді қызып тұрған баяу оттағы табамызға осылай қасықтың көмегімен панкейктерімізді құйып, екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Панкейкті аударудың алдында бетіне түйіршіктер шығады, осындай көпіршіктер. Бұл арғы беті пісті деген сөз. Енді келесі бетіне аударып, барлық панкейктерімізді осылайша пісіріп алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да 1-2 құйып пісіргенімді көрсетейін. Ары қарай барлық сұйықтығымыз таусылғанша панкейктерімізді осылай пісіріп шығатын боламыз. Екі бетін қызартып, әдемі түске енгенше пісіретін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Мінекей осылайша сүп сүйкімді панкейктеріміз пісіп шығады. Міндетті түрде менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.